Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл ішкі және сыртқы диапазондағы ликвидностьтер туралы болады. Видео барысында мен сіздерге ішкі және сыртқы диапазондағы ликвидностьтердің түрлерін түсіндіріп беремін. Және де TradingView сайтына кіріп, нақты мысалдарды талдап, тағы да түсіндіруге тырысатын боламын. Ендеше PDF файлдарға өтейік. Ішкі диапазондағы ликвидностьтерге нарықтағы бос орындар, яғни имбаланс, фаервол гэп зоналары жатады. Егер нарықтан баға белгілі бір жердегі имбалансқа келіп, сол жерден кері қайтқан болса, онда баға ішкі диапазондағы ликвидностьтермен жұмыс жасады деген сөз. Ал енді сыртқы диапазондағы ликвидностьке келетін болсақ, бұл сәл өзгеше. Бұл жақта біз ескі максимумдар мен минимумдарды аламыз. Мына мысалдағыдай swing high, яғни buy side ликвидностьті, сатып алушылар жағындағы ликвидность, және төмен жақта орналасқан бұл да сыртқы диапазондағы ликвидность. Біз сыртқы диапазондағы ликвидностьті анықтаған кезде көзге нақты көрініп тұрған аймақтарды ғана қарастырамыз. Бұл мысалда бізде дәл осы екі минимумды алдық, бірақ бұл сыртқы ликвидностьке, яғни сыртқы диапазондағы ликвидностьқа өтті. Солай тағы да мына жерде ішкіден сыртқы диапазондағы ликвидностьке өткен болатын. Ал енді нақты мысалмен қарастыратын болсақ, бұл ситуацияда бізде баға ең бірінші сыртқы диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасаған болатын. Қарап отырсаңыздар, баға дәл осы минимумға пробой жасады, бірақ диапазоннан асып барып жабыла алған жоқ. Сәйкесінше ол бағаның разворот жасап, келесі мақсатты аймағына бағытталайын деп жатқанын білдіреді. Енді бізде келесі мақсат не дедім? Әрине, ішкі диапазондағы ликвидность. Біз дәл осы қатардағы имбаланс зонасын анықтаймыз. Ол бізде премиум зонасында орналасқан мына жердегі имбаланс зонасы, яғни бағаның келесі бағытталатын аймағы ол ішкі диапазондағы ликвидность. Міне баға ішкі диапазондағы ликвидностьпен толық жұмыс жасаған болатын, және осы жерден тағы да бағытты өзгертті. Енді келесі бағаның мақсаты ол бізде сыртқы жақта орналасқан осы sell side ликвидность, яғни swing low нүктесі, және баға сол бағытқа қарай бағытталатын болады. Енді тағы бір рет түйінде өтетін болсақ, бізде баға бірінші рет сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасаған болатын, яғни дәл осы минимумды жаңартты. Содан соң ішкі жақтағы имбаланс зонасын толтыруға бағытталған болатын ішкі диапазонға, және ішкі диапазоннан сыртқы, яғни сатушылар жағындағы минимумға қарай бағытталған болатын. Баға ішкі диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасаған болатын, премиум зонасында орналасқан имбаланс зонасын толық fulfill жасады. Енді келесі мақсат бізде ол ішкі диапазоннан сыртқы диапазонға, яғни баға осы sell side ликвидностьіне қарай бағытталады. Міне көріп отқандарыңыздай, баға бізде ішкіден сыртқы диапазонға өткен болатын. Енді соны әрі қарай жалғастырамыз. Келесі бізде баға разворот жасап жатқан сияқты, яғни разворотный свечи қалыптастырып жатыр. Ендігі келесі кезекте бізде іздеу керек нәрсе ол ішкі диапазондағы ликвидность табуымыз қажет. Ол бізде бір емес екі зона бар. Оның біріншісі мына аймақта, екіншісі мына аймақта орналасқан. Бізге осы екеуін сыза салсақ болады, немесе дискаунт премиум зонасын сызып, премиумда орналасқан имбалансты таңдасақ болады. Бізде премиумда орналасқан имбаланс зонасы ол мына жерде тұр. Сондықтан біз осыны таңдаймыз. Және кіші таймфреймға кіріп, дәл осы қозғалысты пайдаланып, осы ішкі ликвидностьке қарай точка входа іздеп көрсеңіз болады. Не баға ішкі диапазондағы ликвидность шешті. Егер енді разворотный свечи қалыптасып, яғни баға разворот жасайтын болса, онда біз сыртқы диапазонға қарай бағаның бағытталатынын анықтай аламыз. Мына жерде баға бізде имбаланс зонасын толық жауып жатыр. Бұл дегеніміз бағаның сыртқыдан сыртқы ликвидностьке өту процесі болуы мүмкін. Баға бізде тағы да бір артқы жағында ішкі ликвидность қалдырған болатын. Енді осы жердегі бағаның қозғалысына қарап талдау жасап көреміз. Егер баға осы имбаланс зонасынан разворот алатын болса, онда ол келесі, яғни қарама-қарсы бағыттағы
сыртқы ликвидностьтермен жұмыс жасауға кетіп бара жатыр деген сөз. Ал егер дәл осы имбалансқа ешқандай реакция білдірмесе, онда баға сол бағытын жалғастырып, осы жақтағы, яғни сатушылар жағындағы сыртқы диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасайды деген сөз. Мінекей көріп отқандарыңыздай баға бізде дәл осы имбаланс зонасынан реакция беріп жатқанын көріп тұрмыз. Сонымен қоса баға қарама-қарсы жабылған свечалардан асып өтті. Бұл дегеніміз бағаның қарама-қарсы бағыттағы сыртқы ликвидностьтерге кетіп бара жатқанын көрсетеді. Бізде ішкі диапазондағы сыртқы ликвидностьтер ол мына жерде орналасқан. Бұл бізде осы мына максимум мен мына минимум аралығындағы ішкі диапазондағы сыртқы ликвидность болып саналады. Яғни локальный. Ал глобальный, яғни негізгі сыртқы ликвидность ол осы жерде неге? Себебі баға соңғы рет дәл осы жерден импульс жасады. Ең негізгі сыртқы ликвидность ол осы болады. Баға сыртқы ликвидность шешті, және де ішкі диапазондағы ликвидностьтерді қалдырды. Міне баға сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасады, және артқы жағында имбаланстар қалдырған болатын. Оның біріншісі мына аймақта, екіншісі мына жерде. Бұл жерде енді екі ситуацияның бірі болуы мүмкін. Біріншісі баға бірінші имбалансына реакция беріп, сыртқы ликвидностьтерді шешеді. Сонымен қоса мына жақта бірдей деңгейлі, яғни equal high аймақтар бар. Немесе мына жақтағы ордер блок зонасынан тест алып, имбаланстан, яғни ішкі ликвидностьтегі, яғни ішкі диапазондағы ликвидностьті шешіп, содан кейін барып қана осы жақтағы бірдей максимумдарды алуға көшуі мүмкін. Әзірге бізде бірінші имбалансқа бағаның ешқандай реакциясын көріп тұрған жоқпыз. Сәйкесінше екінші сценарийіміз орындалып жатқан сияқты. Баға ордер блок зонасына келіп тест жасап, екінші имбаланстан реакция беріп тұрғанын көруге болады. Сонымен қоса біздің енді келесі сыртқы ликвидностьіміз ол осы максимум болады. Сонымен қоса соның қасында орналасқан тағы да бірдей 3 максимумдар. Міне баға имбаланс зонасынан жақсы реакция беріп, сыртқы диапазондағы ликвидностьтерге қарай кетіп бара жатқанын көруге болады. Баға сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасады. Енді келесі кезекте бізге ішкі ликвидностьті анықтау қажет. Ішкі диапазонда бірнеше имбаланс зоналары бар екен. Оның біріншісі мына жерде орналасқан, екіншісі мына аймақта орналасқан. Енді осы екі аймақтағы бағаның қозғалысына реакциясына қарап, қайсысынан разворот жасауы мүмкін, соны анықтайтын боламыз. Көріп отқандарыңызда баға бірінші имбаланс зонасына еш реакция білдірмеді. Сәйкесінше ол екінші имбаланс зонасына келе жатқан болуы мүмкін. Екінші ішкі диапазондағы ликвидность баға міне дискаунт зонасында орналасқан имбаланстан реакция беріп тұр жақсы. Сондықтан келесі мақсат ол сыртқы диапазондағы ликвидность. Міне баға сыртқы диапазондағы ликвидностьпен жасады, және тағы да бір имбаланс зонасы қалыптасты. Енді осы ішкі диапазонға қайтуға қажет баға. Ішкі диапазонға келді. Енді келесі мақсат ол сыртқы ликвидность. Мына жерде баға дәл осы ескі максимумға свип жасаған болатын. Яғни сыртқы ликвидностьті шешті. Енді келесі бұл ішкі диапазондағы ликвидность. Міне көріп отқандарыңыздай баға бізде бұл имбаланс зонасына еш реакция бермеді. Бұл дегеніміз екі сценарий болуы мүмкін. Біріншісі баға дискаунт зонасынан қайта реакция беруі мүмкін жоғары қарай. Немесе ол сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін келесі жақтағы сыртқы ликвидностьке бағытталған болуы мүмкін. Мінекей баға сыртқыдан сыртқыға өтті. Бұл дегеніміз бізде бағыттың өзгеріп жатқанын көрсетеді. Осыған дейін баға жоғары, яғни восходящий трендте болса, енді трендті өзгертті. Енді баға бізде нисходящий трендқа ауысып жатыр деген сөз. Келесі мына жерде баға сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін біз нені іздейміз? Әрине ішкі диапазондағы ликвидностьтер. Олар бізде мына жерде орналасқан дискаунт зонасында, және жоғарыда тағы да біреуі орналасқан премиум зонасында. Енді осы екеуінің біреуінің қайсынан реакция береді, сол жерден бағаның разворотын күтеміз.
Міне баға бірінші алғашқы имбаланстан реакция беріп сыртқы ликвидностьті шешкен болатын. Мына жерде тағы да бір ішкі диапазондағы ликвидность қалыптастырды. Ары қарай баға осыған өтуі қажет. Бұл қозғалыста баға бізде ішкі диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасамай, диапазонда консолидациялық қозғалыс жасап жүріп алған болатын. Және де астыңғы жаққа назар аударатын болсақ, баға бізде ішкі диапазондағы имбаланс зонасын қалдырып кеткен болатын. Енді біз айтқанымыздай, баға егер ішкі диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасап, имбаланстан реакция беретін болса, біз не істейміз дедік? Әрине, сыртқы диапазондағы ликвидностьке дейін точка входа іздеуге мүмкіндігіміз бар дедік. Қазір мен екі таймфреймді пайдаланып, бұл жағдайда қалай точка входа іздеу керек, соны көрсетіп беретін боламын. Үлкен таймфрейм ретінде кез келген уақыт интервалын таңдасаңыз болады. Мысалы, күндік таймфрейм таңдасаңыз, кіші таймфрейм ретінде 1 сағат, апталық таймфрейм таңдасаңыз, кіші таймфрейм ретінде 4 сағат, ал 4 сағат таңдасаңыз 15 минут деген сияқты. Бір үлкен, бір кіші таймфрейммен ойнайсыз. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай бағада реакция барын байқауға болады, бірақ оны анығырақ көру үшін бізге кіші таймфреймге өту керек. Сол жақта баға структураны өзгертіп беретін болса, ары қарай мына цельға дейін, яғни сыртқы ликвидностьке дейін точка входа іздейміз. Міне кіші таймфреймға кіріп қарайтын болсақ, бізде баға ішкі диапазондағы ликвидностьтен сыртқыға өткен, яғни мына ликвидность шешкен. Енді бізге керек қозғалыс ол бағаның қайтадан ішкіге өткен емес, керісінше сыртқыға өткені керек. Себебі бізге структураның өзгеруі міндетті жоғары қарай. Сондықтан баға мына аралықтағы имбаланстарға реакция бермей, дәл осы максимумды бұзып өтуі қажет. Міне баға бізде толығымен пробой жасады, және де бізге трендтің өзгергені бойынша толық растау берген болатын. Сондықтан біз тағы да осы таймфреймнен, яғни осы графиктен де ішкі диапазондағы ликвидностьті тауып, сол жерден точка входаны белгілеп, сделкаға кірсек болады. Мысалға, мына ситуацияда бізде ішкі диапазондағы ликвидность ол мына аймақта орналасқан. Сонымен қоса, бұл ішкі диапазондағы ликвидность дискаунт зонасында орналасқан екен. Сондықтан егер біз позицияға кіретін болсақ, осы жерге лимитный ордерімізді орналастырамыз. Стопты ең соңғы ұзақ мерзімді минимумға қоямыз, ал take profitіміз 2RR немесе жаңағы HTF таймфреймдегі buy side ликвидностьті. Баға бізде ішкі диапазондағы ликвидностьпен жұмыс жасап жатыр. Және айттым, ішкі диапазондағы ликвидностьтен кейін баға сыртқыға көшеді дедік. Ол жерде, мына жерде бізде сыртқы ликвидность. Міне баға сыртқы ликвидность шешті. Ары қарай біздің таргетімізге кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Енді қарайтын болсақ, мына аралықта бізде ішкі диапазондағы ликвидность жоқ. Бізде мына жерде ғана бар. Сондықтан баға осы аралықтарға қайта келуі мүмкін. Ішкі диапазондағы ликвидностьпен шешті, және мынау сыртқы диапазондағы ликвидностьке кетіп бара жатыр. Қайтадан сыртқы диапазондағы ликвидность шешті, және ішкіге өтті. Осылайша біздің целімізге жеткен болатын. Осымен бұл тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео соңына жетіп қалды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет.